Сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай керемет торт фисташковый малинамен сборка жасаймыз. Осындай қалауы бойынша кішкентай қыздың торты. Бұл барлық торттың жаңа бисквиті, кремдері, начинкасы барлық каналымда жазылған. Сілтемесін астына тастап кетемін, кіріп көрсеңіздер болады. Мінекей бастадық біз. Асты жылжып кетпесін деп кішкене крем жағамыз. Осындай пищевой ацетатный пленка саламыз ішіне, сыртына кальцонымызды жағып, бортик жасаймыз. Осы бортик жасағанымыз малинамыз ақ кетпесін деп, малинамыз біздің сондай қою емес, және сондай сұйық та емес. Осылай жақтық. Бұның үстіне кішкене крем жағамыз. Одан соң екінші слойға кірісеміз, бисквитімізді қойып алып. Екінші слой бізде тек қана крем чизбен болады. Осы крем чизімізді жақсылап распределять етеміз. Үстіне жетпеген жерін тағы да қостым. Үшінші слойына, бисквиттің үшінші слойына, ортасына тағы да малина қоямыз. Бортик жасап, осын тағы да жайғастырамыз на малинамызды. Сосын ең үстіне, ең астыңғы піскен бисквитті төңкеріп саламыз. Себебі асты түп-түзу болып шығады. Осылай міне жинадық. Бетіне біраз ғана крем жағып, бұны біз холодильникке кемі дегенде 6 сағат, 8 сағатқа сіңу керек. Крем, торт, жаңағы малинамыз, конфейіміз бір-біріне сіңу керек. Сол үшін жинап қоямыз. Мен 10 сағат ұстадым. Осылай розовый менде жаңағыдай крем чиз на масле. Оны біз өстіп сразу черновой жасамай, чистовойын сразу жасап кеттім. Себебі менің фисташковый бисквитім өте керемет, крашиться етілмейді. Тіп аккуратно шпательмен, спатыланың көмегімен үстіп жайғастырып аламыз. Жақсылап бір сыртында қисық жері, бір тимеген жер қалмайды. Осылай жасадық. Осылай подтекімдікі түспей қалыпты. Мен осында шоколадный подтекке жасап жібердім. Арнама тіркеліп лайк басыңыздар.